Бүгін Алматыда нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияда қазақ музыка өнерінің алыбы халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған музыка кабинеті ашылды. Салтанатты шараға ұлы композитордың қызы, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева арнайы қатысты. Сериясынан әкемнің өмір баяны, осы дүниеге келгеннен бастап осы кітаптан оқи аласыздар. Ішінде суреттер бар. Осы кітапты да сіздерге арнайы. Шоқан Уәлиханов атындағы номер 12-ші мамандандырылған гимназияда бүгін қуанышты күн. Өйткені КСРО халық әртісі, халық қаһарманы, даңқты күйші, отырар сазы, этнографиялық фольклорлық халық аспаптар оркестрінің негізін салушы Нұрғиса Тілендиев атында музыка кабинеті ашылды. Бұл кабинетті ашудағы мақсатымыз ұлттық рухты көтеру, мәдени мұраны насихаттау. Оқушыларымыз Нұрғиса Тілендиевтің өмірімен, шығармашылығымен таныса отырып, ұлттық құндылықтарды бағалауды үйренеді. Өнерге деген қызығушылықтары артады және шығармашылық қабілеттері дамиды деп сенеміз. Жаңа кабинет өнер мен тарих тоғысқан рухани кеңістік. Мұнда Нұрғиса атаның өмірі мен шығармашылығына арналған сирек деректер, ноталар мен күйтабақтар, оның өз қаламы және түпнұсқа мұралары сақталған.